Шыңғыс хан адамзат тарихындағы ең ұлы билеушілердің бірі. Бірақ оның өмірінен кейінгі ең үлкен жұмбақ оның қабірінің қайда орналасқаны. Бұл құпия бүкіл әлем ғалымдары мен археологтарын ғасырлар бойы мазалап келеді. Егер бұл құпия ашылса, біз қандай шындыққа тап боламыз? Бүгін осы сұраққа бірге жауап іздейміз. Жолға дайын болыңыздар. Шыңғыс ханның өлімі мен құпия жерлеу рәсімі. Шыңғыс хан 1227 жылы қайтыс болды. Аңыздарға қарағанда, оның өлімінен кейін оның жерлеу рәсімі ерекше құпия түрде ұйымдастырылды. Айтуларынша, оның қабірін ешкім таба алмас үшін арнайы сақтық шаралары жасалған. Оны жерлеу рәсіміне қатысқан адамдардың барлығы кейін өлтірілген деген дерек бар. Бұл шынымен де тарихи факті ме, әлде аңыз ғана? Моңғолиядағы Онон өзені маңындағы болжамдар. Көптеген ғалымдар Шыңғыс ханның қабірі оның туған жеріне жақын орналасқан деп есептейді. Онон өзені маңайындағы таулы аймақтар ең ықтимал орындардың бірі. Бірақ бұл жерлерді зерттеу өте қиын, себебі Моңғолия халқы бұл орындарға ерекше құрметпен қарайды және археологиялық қазба жұмыстарын жүргізуге рұқсат етпейді. Бұл құпияның сақталуына әдейі жасалған қадам ба? Қазақстан аумағындағы теориялар. Бірқатар зерттеушілердің пікірінше, Шыңғыс ханның қабірі қазіргі Қазақстан аумағында орналасуы мүмкін. Кейбір деректер оның өлгеннен кейін Ұлытау маңына жерленгенін көрсетеді. Бұл аймақ ежелден бері түркі халықтарының қасиетті жері ретінде саналған. Егер бұл шындыққа жанасса, онда бұл қазақ тарихы үшін үлкен жаңалық болар еді. Қытайдағы құпия деректер. Қытайдың кейбір көне құжаттарында Шыңғыс ханның қабірі туралы деректер бар. Бұл деректер оның Қытайдың солтүстік бөлігіндегі құпия орындардың біріне жерленгенін меңзейді. Бірақ Қытайда да бұл тақырып аса құпия сақталады. Мұндай құжаттарды зерттеу қауіпті болуы мүмкін бе? Ғылыми зерттеулер мен жаңа технологиялар. Бүгінгі таңда ғалымдар Шыңғыс ханның қабірін табу үшін заманауи технологияларды қолдануда. Жерсеріктен түсірілген суреттер, радиолокациялық зерттеулер және жер астын сканерлеу әдістері арқылы қабірді табуға әрекет жасалып жатыр. Бірақ бір сұрақ туындайды: біз бұл құпияны ашуға дайынбыз ба? Қабірді іздеудің мистикалық қауіптері. Кейбір аңыздарда Шыңғыс ханның қабірін іздеушілерге қарғыс тигендігі айтылады. Мысалы, қазба жұмыстарына қатысқан адамдардың өмірінде түсініксіз және қорқынышты оқиғалар орын алған. Бұл жай ғана кездейсоқтық па, әлде шынымен тылсым күштер араласа ма? Ең үлкен құпия: Шыңғыс ханның қабірін ашу мүмкін бе? Көптеген ғалымдар мен зерттеушілер Шыңғыс ханның қабірін табу тарихты түбегейлі өзгертеді деп санайды. Бірақ кейбіреулер оның қабірін ашу адамзат үшін қауіпті болуы мүмкін дейді. Бұл қабірде қандай құпия жасырылған? Ол тек тарихи жәдігер ме, әлде үлкен тылсым күштің көзі ме? Қорытынды. Сонымен, Шыңғыс ханның қабірі қайда? Бұл сұрақ әлі күнге дейін жауапсыз қалып отыр. Оның құпиясын ашу бүкіл әлем үшін үлкен тарихи оқиға болар еді. Бірақ сіз не ойлайсыз? Бұл құпия ашылуы керек пе, әлде оны мәңгілікке жұмбақ күйінде қалдырған дұрыс па? Пікірлеріңізді қалдырыңыз. Осындай тарихи құпиялар қызық болса, каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Әр пікір біз үшін маңызды. Алда тағы да қызықты тақырыптармен кездескенше.